Баршаңызға сәлем достар. Бұл видеода маковый рулет дайындап үйрететін боламын. Бұл рулет өте нәзік әрі дәмді болып шығатын болады. Алдымен бөлме температурасында тұрған жұмыртқамызды көпіртіп бастаймыз. Жұмыртқалы массамыз әппақ көлемді болуы қажет. Миксерімізді орташа жылдамдықтан бастайтын боламыз. Массамыз көлемді әппақ пышный болғанда қантымызды аз-аздан қоса отырып миксерлейміз. Одан соң сүтімізді қосып, тағы да жақсылап миксерлейміз. Одан соң сұйық майымызды қосып, миксерімізді жай жылдамдыққа қойып, 5-6 секундтай миксерлейтін боламыз. Одан соң құрғақ ингредиенттерімізді араластырып, аз-аздан массамызға қоса отырып, силиконды лопатымызбен астыдан үстіге қарай араластыратын боламыз. Сухой ингредиенттерімізді массаға миксермен араластыруға болмайды, массамыз әйтпесе басылып қалады. Бисквитті қамырымызды пергаментті қағаз төселген ыдысымызға салып, 170-180 градуста қызып тұрған пеште 8-10 минут аралығында пісіріп алатын боламыз. Мендегі пешім тым үлкен болғандықтан фольга арқылы қысқартып алдым. Ендерін 30-35 см етіп өлшеп жасадым. Сіздің де пешіңіз осындай болса, осылай жасап алсаңыз болады. Егер де әсел пешіңіз болса, соның противені өте жақсы келіседі. Енді пешімізді қыздырғанда өзіңіздің пешіңізге уақытына, қызуына, градусына қарай қойсаңыздар болады. Себебі әркімнің пеші әртүрлі болғандықтан және әртүрлі қыздыратын болғандықтан әркім өзінің пешін жақсы түсінеді деген ойдамын. Және бисквитіміздің піскенін шпажка көмегімен тексеріп отырсаңыз болады. Бисквитімді 20 минуттай пісірдім. Пісіп шыққан бисквитімізді рулеттің формасына келтіріп, толықтай суығанша орап қоятын боламыз. Енді рулетіміздің арасына салатын начинканы дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге замороженный малина, кукурузный крахмал және қант қажет болады. Малинамызды орташа отқа қойып, суы шыққанша күтеміз. Суы шыққан соң қантымыз бен кукурузный крахмалымызды бір-біріне араластырып, аз-аздан қоса отырып, араластырып отырамыз. Начинкамыз бір қайнаған соң оттан өшіріп, түсіріп, суытып алатын боламыз. Суыған соң ситадан өткізіп аламыз. Ситадан өткізіп алып, кондитерлік қабымызға салып, дайындап қоямыз.
Енді кремімізді дайындайтын боламыз. Ол үшін ыдысымыз таза және құрғақ болуы қажет, және де сливкиіміз -2-3 градуста тұрған салқын болуы қажет. Алдымен сливкиімізді миксердің көмегі арқылы қоюлатып аламыз. Аздап қоюланған соң қантымызды қосып, тағы да қоюланғанша миксерлейтін боламыз. Одан соң маскарпоне мен творожный сырымызды қосып, тағы да әбден қоюланғанша миксерлейтін боламыз. Әбден қоюланған соң, жаңа жасаған начинкамыздан аз мөлшерде қоссақ болады. Қалған мөлшерін начинка ретінде рулетіміздің ортасына салатын боламыз. Рулетімізді ысылай орағандықтан, оны ашқанда жыртылып қалуы мүмкін. Сондықтан абайлап, ақырын ғана ашуға тырысыңыз, және де қатты жыртып алмаңыз. Аз ғана жыртылып трещина болса, ол ештеңе етпейді. Және начинкамызды дәл видеодағыдай салып шығатын боламыз. Мен креміміздің аз ғана бөлігін рулетіміздің оформлениясіне алып қойдым. Начинкамызды салып болған соң, рулетімізді ақырын ғана қайтадан рулеттің формасына келтіріп, орап қоятын боламыз. Рулетімізді дастарханға қоймас бұрын және де клиентімізге бермес бұрын екі жанын кесіп алатын боламыз. Енді рулетіміздің оформлениясын жасайтын боламыз. Сіз өзіңіздің қалауыңызға қарай жасасаңыз болады. Мен сіздерге тек қана бір түрін ғана жасап көрсетемін. Өте оңай әрі тез жасалатын оформление. Және мен оформлениеге сублимированный малина қосатын боламын, яғни кептірілген малина. Аздап қана рулетіміздің бетіне сеуіп, әдемілеп, нәзіктік беріп тұратын болады. Бұл маковый рулетті міндетті түрде дайындап көруге кеңес беремін. Өте нәзік, ерекше дәмді, тәтті болып шығады. Ұнаса каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыз.